Әлеуметтік желілерде осы КНБшниктердің звондап прямой вызовпен адамдарды алдап айқайлап жатқан видеолар тараған. Және де ол сізге видеомен звондаған кезде сіздің бет әлпетіңізді суретке түсіріп алады, және де сол биометрия арқылы атыңыздан кредит сондай оформить етуі мүмкін. Сол сияқты бұлар ең алдымен бірінші адамды дайындап алады екен. Соны бірінші сіздерге көрсетейін. Мінекей, Айжан Укишева деп менде жазылып тұр. Сол кісінің номері болу керек. И сол кісінің номерін взломать етіп, WhatsApp веб арқылы кіріп, адамдарға жазады. Яғни мен бұрын жұмыс істеп кеткен, 4 жыл бұрын жұмыс істеп кеткен жерімнен директор жазып тұр. Мінекей, барлығы жазылып тұр. Добрый день, мен әдейі қазақша жаздым, қайырлы күн. Как у вас дела дейді. Айта беріңіз деп жаздым. Вы где сейчас, я вас не отвлекаю деп кәдімгідей күшті жазып тұр. Енді директор мысалы қолы босамайтын адам ол қалай жазады дейсің ғой. Я этот руководитель Алексей Султан Ахмет дейді, яғни бұрынғы жұмыс істеп кеткен жерім. Насчет проверки, как у вас все прошло дейді. Мен жұмыстан шыққаныма 4 жыл болған десем. Я знаю, пишу по делу дейді. Қазір Астанада тұрамын, декреттік демалыстан біреумен шатыстырып отырсыз деп жаздым. Содан кейін мінекей жазғандары. Сіз туралы характеристика сұрады дейді менен. КМБшник сұрады дейді. Сізге может шатысып тұрған шығарсыз, басқа может кісі керек шығар деп ем. Жоқ, керек деп жазыпты. Мінекей, мына жерден видеоны стоп қойып көріп алсаңыз болады. Жаңабаев Ринат Мансурович, это сотрудник КНБ дейді. Объяснил мне, коллективы обманули мошенники дейді. Короче, коллективтен бір мошенник алдады дейді. Сосын сіздің база данныхтан сізді де тексере салайық деп жазып тұр, в общем. Сосын мен жазып жүрдім. Мен декретный отпускідемін, уже 4 года деп жазып жүріп едім. Да я знаю деп қояды да, ужас. В общем, мен мошенникке алданған жоқпын деп жазып жүрдім сосын. Это очень хорошо, я так предполагала, просто не странно, почему о вас спрашивает деп уже адамды психологически дайындап алады екен. Бұлар өйстіп КМБ-дан ешкім сізге хабарласқан жоқ па деп алдын ала дайындайды екен да, сосын артынша бұлар видеозвонокпен мен КМБ-дамын, Жаңабаевпын, КНБ бастығымын, в общем, сотруднигімін деп звондайды. Сөйтіп сізге видеозвонокпен звондаған кезде сіздің бетіңіздің биометриясын жаттап алады. Қазір интеллектуальный искусственный интеллект деген болады. Яғни сіздің түріңізді биометриясын жасап алады видеомен звондаған кезде. И кредит алатын кезде сіздің түріңізбен ақ кредит ала береді. Номеріңізді ауыстырып тастап сөйтіп ала береді. Сөйтіп мен бұрынғы коллегама жаздым. Сендерде осындай кісі жұмыс жасайма, номерін бересің ба, салыстырып көрейін деп жаздым. Сөйтіп бұл кісінің жұмысында да бұрынғы коллегамның 3 адамға уже жазыпты, алданған екен. Сөйтіп мен бұл кісіге негізі жазып жүргенмін. Мошенник болып шықты, сондықтан сіздерге ескертіп қояйын деп видео түсіріп салып жатырмын. Көп адам біле бермейді. Уже бұлардың басқа бір түрі шыққан екен. Басқаша алдаудың жаңа түрі шыққан екен. Менің мұқият тыңдап, сақ болып жүріңіз, алданып қалмаңыз және барлық таныстарыңызға жіберіңіз.